Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрыш түрлері, көп бұрыштар. Біз сіздермен геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы деп аталатын 3-ші бөлімді бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бұрыш түрлерін ажыратуды және атауды үйрену. Нөмірі 1-ші мысал. Суреттен сен қандай сызықтарды көріп тұрсың, оларды қандай топтарға бөлуге болады? Бірінші, біз міне түзу сызықтарды көріп тұрмыз, иә? Бұл бізде түзу сызықтар. Міне тағы таудың бетінде. Бұлардың барлығы түзу сызықтар. Енді мыналарды қарайық. Бұл бізде қандай сызықтар болады? Қисық сызықтар, иә? Қисық сызықтар бізде қандай болады? Тұйықталған және тұйықталмаған, иә? Бұлар бізде тұйықталмаған қисық сызықтар, ал бұлттар бұл тұйықталған қисық сызықтар. Тағы қисық сызықтарды табайық. Міне тұйықталмаған қисық сызық. Бұл да қисық сызық. Міне бұлар да қисық сызық. Міне тағы да бұлар да. Яғни екінші топ қисық сызықтар, иә? Қисық сызықтар бізде өздері екеуі, яғни тұйықталған және тұйықталмаған, иә? Үшінші. Қарастырайық, үшінші бізде сынық сызықтар. Міне бұлар бізде сынық сызықтар. Міне бұлардың барлығы сынық сызықтар. Сынық сызықтар қандай болады? Олар да тұйықталған және тұйықталмаған болады, иә? Және тұйықталмаған. Мына таулар бізде балалар бұрыштар деп аталады. Балалар, бұл бізде түзу сызық, иә? Латынның кіші әрпімен белгілейміз, иә? Оқыған кезде А түзуі деп оқимыз. Енді бір нүктеден тарайтын түзу сызықты біз сәуле деп атаймыз. Бұл сәуле. О, А сәулесі. Яғни латын әрпінің үлкен әрпімен белгілейміз. Ал бұл бізде бұрыш. Бір нүктеден шыққан әртүрлі екі сәуле бұрышты құрайды. Яғни сәулелер тараған нүкте бұл бұрыштың төбесі деп аталады. Бұрыштың қабырғалары болады. Ол қабырғаларды латын әрпінің бас әрпімен белгілейміз. Б, О, А. Оны былай жазамыз. Бұрыштың белгісін сызып, берілген қабырғалардың атауын жазамыз. Бұрыштың түрлері болады. Бірінші, тік бұрыш. Осы бұрыштың атауында бізде тік деген сөз бар, иә? Сондықтан бізге осы бұрышты сызуға тік бұрышты үшбұрыш сызғыш көмектеседі. Бұл бізде тік бұрыш. Бұл бізде тік бұрыш. Бұрыштың төбесі, иә? Мысалы, бұл бұрыштың атауы К, О, М. Екінші, сүйір бұрыш. Сүйір бұрыш тік бұрыштан кіші болады. Бұл бұрыштың атауы L, O, N.
Келесі үшінші түрі доғал бұрыш. Доғал бұрыш тік бұрыштан үлкен болады. С, О, Д. Бұл бұрыштың атауы С, О, Д. Бұл бізде доғал бұрыш. Балалар, байқадыңдар ма? Бұрыштардың төбесі әрдайым ортасында жазылады. Яғни, біз бұрыштарды оқыған кезде, мына басынан бастап оқимыз, яғни бірінші К, О, М, Л, О, Н, немесе С, О, Д деп, Жаңағы білгендерімізді қайталап өтейік. Бұрыш дегеніміз, бір нүктеден шыққан әртүрлі екі сәуледен құралған фигура, Яғни, А нүктесі ол бізде бұрыштың төбесі. А, Б және А, С сәулелері бұл бұрыштың қабырғалары. Бұрыштың үш түрі болады: тік бұрыш, сүйір бұрыш және доғал бұрыш. Бұлар көп бұрыштар. Олар неге бұлай аталады? Көп бұрыш деген бұл жазықтықтағы кез келген тұйық сынық сызықтар. Көп бұрыштар қабырғаларының санына байланысты, үш бұрыш, төрт бұрыш, бес бұрыш және тағы сол сияқты деп аталады. Алты бұрыш. Бұл фигуралардың барлығына не ортақ? Үшбұрышты сызғыштың көмегімен дәлелде. Бізде төрт бұрыш, үш бұрыш, тік төрт бұрыш, үш бұрыш және шаршы берілген. Бұлардың барлығына не ортақ деп ойлайсыздар, балалар? Әр қайсында, яғни барлығында қабырғалары бар, қабырғалары бар және олардың бұрыштары бар. Дұрыс па? Бұл берілген фигуралардың ортағы барлық фигураларда тік бұрыш бар. Оны біз тік бұрышты үшбұрыш сызғыштың көмегімен дәлелдейміз. Яғни, егер де тік бұрышты сызғышты былай төрт бұрыштың бойына бүйтіп қоятын болсақ, бізде міне тура тік бұрыш шығып тұр. Үшбұрышқа да қойып көрейік. Тік бұрыш шығып тұр. Енді тік төрт бұрышқа қоятын болсақ, дәл солай. Қалған фигураларға қойып шықсақ, дәл осылай шығады. Мына берілген фигуралардың арасынан тік бұрышты табайық. Ол бізде К, Л, Р бұрышы, бұл бізде тік бұрыш. Оның төбесі Л, Келесі, бұл бізде М, Е, К бұрышы, оның төбесі, бұл бізде сүйір бұрышы, өйткені тік бұрыштан кіші. Келесі, бұл Н, О, Р бұрышы, оның төбесі О, бұл бізде доғал бұрыш. Енді қалған көп бұрыштарды өздерін атаңдар. Шаршы пішінді қағазды ортасынан бүкте, содан кейін тағы бір рет бүкте, ол парақтың бүктеуін жаз. Сен қандай бұрыштарды көріп тұрсың? Егерде біз мына бүктелген, жаңағы бүктелген шаршы пішінді қағазымызды ашатын болсақ, ортасында мынандай бүгілген іздер қалады, Бұл қандай бұрышқа ұқсайды? Бұл қандай бұрышқа ұқсайды? Тік бұрышты көреміз, Міне барлық бұрыштары. Бұл бізде тік бұрышты көріп тұрмыз. Енді шаршы пішінді қағазды суретте көрсетілгендей бүктейтін болсақ, кейін оны қайтадан жазатын болсақ, қандай бұрыштарды көруге болады? Нөмір 3 мысал: есепті шығар.
Спорт үйірмесінде Айдос 14 жаттығу, Нұрлан 9 жаттығу жасады. Ал Айдос пен Нұрлан бірге қанша жаттығу жасаса, Еркін сонша жаттығу жасады. Еркін қанша жаттығу жасады? Бұл бізде есеп не туралы? Яғни спорт үйірмесінде балалардың жаттығу жасағаны, яғни Айдос, Нұрлан және Еркін балалар жайлы. Бізге не белгілі? Айдос 14 жаттығу жасағаны, ал Нұрлан 9 жаттығу жасағаны белгілі. Енді бізге нені табу керек? Бізге Еркін қанша жаттығу жасағанын табу керек. Және бізге тағы не белгілі? Еркін Айдос пен Нұрлан бірге қанша жаттығу жасаса, сонша жаттығу жасағаны белгілі. Енді біз есептің шартын жазалайық. Айдос 14 жаттығу жасады, Нұрлан 9 жаттығу. Ал Еркін мына екі бала бірге қанша жаттығу жасаса, сонша жасады. Яғни белгісіз бізге. Бізге Еркін қанша жаттығу жасағанын табу керек. Шешу. Не істейміз? 14-ке 9-ды қосамыз, Сонда тең болады 23. Жауабы Еркін 23 жаттығу жасады. Нөмірі 4-ші мысал есепте. 8 қосылған 17. Яғни не істейміз? Бірліктерді қосамыз, 8-ге 7-ні қосамыз 15. 15-ке міне бізде бір ондық бар, яғни 10, 15-ке 10-ды қосамыз 25. 6 мен 28-дің қосындысы. Бұл жерде де бірліктерді қосамыз. 6 мен 8-дің қосындысы 14. Бізде 2 ондық бар, яғни 20. 20-ға 14-ті қосамыз 34. 4 пен 39-дің қосындысы ойша қосшамыз. Тең болады 43. Келесі. 63 пен 8-дің айырмасы. Бұл жерде қалай азайтамыз? Не істейміз? Мына 3-ті 6-тан 1 ондық сұраймыз, яғни 13 болады. 13-тен 8-ді азайтамыз. Тең болады 5. Сонда жауабы, мұнда 1 ондық сұрағандықтан бізде 5 қалды, Сонда бізде 55 болады жауабы. Келесі. 30 салынған жақшаның ішінде 6 мен 6-ның қосындысы. Бұл жерде 12, 30-дан 12-ні алатын болсақ, 18. 8 бен 8-дің қосындысы 16. 50-ден 16-ны алатын болсақ, 34.